Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды бірінші болып білгіңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіз. Атырау қаласы Алмагүл ықшам ауданында қоқысты ақшаға айырбастайтын эко-бекет ашылды. Мақсат қала тұрғындарын қоқыс қалдықтарын сұрыптауға ынталандыру дейді ұйымдастырушылар. Атыраулықтар бекетке қағаз, әйнек, металл және пластмасса қалдықтарын тапсыра алады. Бағасы салмағына байланысты. Эко-бекетке жиналған қоқыс қайта сұрыптау мақсатында тиісті орындарға жіберіледі дейді ұйымдастырушылар. Мысалы, макулатурны қағазды бізде Атырауда жинақтайтын арнайы туалеттік бумага дейді, дәретхана бумагасын қағазын өндіретін компаниялар бар, немесе басқа қалалармен келісіп Уральскке жіберуге болады. Және сонымен қатар Шымкентке пластикті жіберуге болады, Алматыға шөлмекті жіберуге болады. Яғни ары қарай біз уже басқа компанияға береміз, олар сол қоқысты көп мөлшерде жинақтап, пресстеп, белгілі бір мөлшерге, сосын ары қарай өндіріске жібереді, кейін кері өңдеуге. Шаңырақ еріктілер тобының бастауымен ашылған эко-бекет өздеріне түскен қаржының 10%-ын қайырымдылыққа аударады. Пилоттық жобаны тұрғындар қолдаса, болашақта тағы да 15 нүктесін ашамыз дейді ұйымдастырушылар.